Заттай материалдық дәлел ретінде кілемдердің тарихы сонау сақ дәуірінен бастау алады. Ресейдің Эрмитаж музейінде қазырықтан табылған ең алғашқы кілем ілулі тұр. Оның ені 4 метр 30 сантиметр, ұзындығы 6 метр, салмағы 20 килограммды құрайды. Яғни сақтар дәуірінен бүгінгі күнге дейін кілем тоқу, алаша тоқу үрдісі жақсы сақталынған. Сонымен қоса айта кететін жағы, қазақтарда бояудың түсін алу жақсы сақталынған. Негізі 70-ге жуық бояудың түрін қазақ білген. Әр кілемде, әр осындай алашаларда қазақтар 30-дан 40-қа жуық түрлі түсті таңдап жасаған. Бұл деректер Машкованың Орта Азия халықтарының кілемдері атты еңбегінде жақсы суреттеледі.